Біз үшін ұлы жеңіс күнінен асқан қымбат мереке жоқ. Әрбір көктем бізді ойша сонау ұмытылмас әрі көптен күткен 1945 жылдың 9 мамырына қайта оралтады. Осыдан 75 жыл бұрын әкелеріміз бен аталарымыз тұтастай мемлекеттер мен ұлттарды қырып жойған фашизмді талқандады. Сондықтан да ұлы жеңісті жақындатуда, майданда, тылда, жанқиярлықпен күреске түскендердің барлығы айрықша құрметке ие. Қаза тапқандардың рухына тағзым етеміз. Кеңес одағының қарулы күштерінің құрамында соғыс жылдары барлығы 35 миллион адам болса, оның 63 мыңнан астам ұл-қыздары ақмолалықтар болды. Ақмола әскери бөлімшелер құру орталықтарының бірі болды. Ақмола қаласында әскери құрамалардан 310, 387, 29 атқыштар және 106 атты әскери дивизиялары құрылды. Майданда көрсеткен ерліктер үшін көптеген ақмолалық майдангер ордендермен және медальдермен марапатталды. Атап айтқанда 41 адамға ең жоғары награда Кеңес одағының батыры атағы берілді. Жетеуі даңқ орденінің толық иегері болды. Ұшқыш штурмовиктер Талғат Бигелдинов бұл атаққа 2 мәрте ие болса, аттары аңызға айналған Рахымжан Қошқарбаев, Рамазан Елубаев, Мәлік Ғабдуллин сияқты ағаларымыз бен әкелеріміз, Мәдина Ысқақова, Дәмелі Жәкеева сияқты аналарымыз тарих бетінде батырлар қатарында қалады. Ел шетінде жау тигенде қолына қару алып, қан майданға аттанған ұлы отан соғысының жауынгерлері ұлы жеңіс туралы естелік болашақ ұрпақтың жадында мәңгі сақталуы тиіс. Туған жерге тағзым ете отырып, біз балалар, немерелер және шөберелері бүгінгі күні біздің қасымызда жоқ бабаларымызға құрмет көрсетеміз. Біз ардагерлеріміздің өжеттігін, қаһарман қайсарлығын ешқашан ұмытпаймыз. Олардың ерлігі бүгінгі ұрпақ үшін мақтаныш. Онлайн еске алу аллеясы шолу арқылы ұрпақтары бізге жеңіс сыйлаған ардагер аталарына жеңіс үшін мыңда бір алғыс айтады. Ежелден ақ қаһарман қазақ халқы елді қорғау айбынды ата салты жеңістің 75 жылдық мерейіне ерлерді еске алайық, артсын даңқы. Мереке құтты болсын, қазақ елі.